Ауырдық та диванға ұзынымыздан түсіп бүйтіп жаттық. Не болмаса о болсын. Дүниенің төрт бұрышын ұстап тұрған біз емес шығармыз. Ішетін адам ішет, жейтін адам жейді. Ничего страшного деген ішінде бір әйел шықты ғой ішімізден. Қазір айтып жатыр қатындардың бар, өзіңді ая, өзіңді құрметте, өзің анау. Сол қатын оянып ішімізден жаттық ұзынымыздан түсіп. Бала шаға былай шашып жатыр, оған тұрып бірдеңе дейін десем, қойшы құрсын тек. Bir күн жексірім болмай жатайықшы деп, ұзынған түсіп жатып едік, үйдегілердің бәрі өстіп жатасың ба? Bir жерің масқара ауырып атқан жар, скорый шақыр дейді ғой. А скорыйды мен аяйым, маған келетін скорыйға обал, почему-то. Обал. Сонымен ұрсып үйдегілер скорый шақырды. Скорый келетін болды дегеннен бастап орнымнан тыпырлап тұрып, жан-жағымды жиыстыра бастадым. Әй, жина ана жерді, жина қазір скорыйдағылар келеді үйге. Құда келетіндей. Аяқ киімді ал ана жолдың бойынан, ал, мына жерді жина, қазір ят болады, үйге скорый келе жатыр, деп ойбайлап, жан-жақтың бәрін жинай бастадым. Одан скорый келіп қалды, ақ қалатты абзал жандар бар оттаңдан көрінді дегенде, жүгіріп барып қайтқан жатыр. Міне, осылай жата қалдым. Сонымен келіп давлениені өлшейді екен. Сен біреумен ұрыстың ба дейді, давлениең көтеріліп тұр. Ұрысқан жоқ, жылыстың ба? Жылысқан жоқпын. Өткенде поликлиникаға барған бір әйелін ұрысып ем. Қазір ұрысуға да қорқатын болды. Ұрыссаң пәленбайым штраф салады. Ұрысқан жоқ, қырылысқан жоқ. Нервіңді біреу ауыртқан жоқ. Кеп кофе береді екен, өлә. Үйімдегі кофені өзіме берді ғой. Кофені ішіп қарап отыр жан-жаққа, жаңа скорыйдағы. Пердені қайға тіккіздіңіз деді ғой мен, бір сұрақ. Ой, ол сұрақ келген кезде мен уж түріле бастадым. Перден пәленші дегенге тіккізім, Алматыға барып матасына келдім, пәленші деген жерден деп жатырмын енді. Давлениясын өшім сөйлесіп, ката, первый, ката деп сөйлесті да, сізді әкететін болдық деді. Қуанып кеттім, менде де бір не бар екен ғой жаңағанда бірдеңе болып жатыр енді. Үйдегілер сен робот деп ойлайды ғой саған. Сонымен кететін болып, паспортымды алып, үйден шығып баратырмын ғой. Аналардың бәрі қарап тұр. Ой, пірмайым, мына қатында да жан бар екен ау деп тұр ғой. 40 жанның бір өзі бүйтіп батыр ма деп тұр ма? Қарап қой. Кеттік скорыймен. Бір больницаға апарды. Ана қыз өзі жас екен, кіргізген бетті арған бір қатын ба жетті қатын. Неге бізге әкелдің? Біздікіне қарамайды, пәленшеді, түгеншеді. Көзін қырт деді ғой. Одан арсалаңдап бүйтіп жүріп, екіншісіне бардық. Екіншісіне барып едік, ол кіргізіп алып, ойшын пәледе жоқ деді. Бір системаны қойды. Сонымен үйіңе қайта бер дейді. Қалай әкелдің, солай апар. Жалаңаш кеп отырмыз мына жерге, бір тиын жоқ. Үйдегілерге қайтып айтамыз, жаңа ғана абыроймен кетіп ек үйімізден, скорый әкетті деген атағымыз, даңқымыз бар еді. Далаға шығарып жіберетіндерің қызық екен сендердің. Жоқ, бізде не положено, анаудан мынау пәленшеңе звондады, түгеншеңе звондады, кет дейді ғой. Сонымен көшеге шығып күйеуге звондады, қалып кетті мені. Үйге келгенше жалаңдап уже тірілдім. Келсем бала-шаға абыр-сабыр мені соғыстан келгенде күтіп алып, жатып, отырып, шайымызды ішіп, терлеп, тепшік, екінші ауырмайтындай болып, тіріліп отырмыз.